ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сар ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Құлындаймын асыр салған аңғарда, қозындаймын ойнақтаған албарда, өзің барда қысылмаймын күлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Өзің бардай қысылмаймын күлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Қазіргі заманға сай айтқанда, келетін кісіні ардақтап күту, үй тазалығын сақтау, келеткен кісінің мазасын алмау деген сияқты. Бірақ біз бұрын ертеректе жұма күні суды кір жума, ешқандай іс істеме, айт күні істікпе, еш нәрсе істеме деп бізге сөйлеген айтатын. Кісі өлген үйдің адамдары далаға шығып таяқ сүйеніп тұрады. Сондай әдеттен аулақ бол деген адамға ескерту есебінде айтылған жағдай ғой. Өте қайғылы жағдай. Жеңді құшақтама, таяққа сүйенбе. Бұл қасиетті мақалды әрдайым есте сақтау керек. Бәріңде біздердей боласыңдар, біздер де сіздердей болғанбыз. Сол қазірлі қасиетті ұлағатты сөздің мағынасы менен еліміздің амандығы, бақытты болыңдар, көп жасаңдар. Жағы өздеріңді осыған ұйымдастырып бағыттап отырған ағаларың бар, апаларың бар, ұстаздарың бар, тағы қатысып отырған үлкен теулес ата-аналар бар. Солардың бәріне рахмет айтып, амандық тілеймін. Сау болыңыздар, рахмет.